Салыңыздар. Оразалы Досбосынов Алматы қаласы, Бегарыш Шойбеков, Оңтүстік Қазақстан облысы. Бегарыш Шойбеков. Ау тас емес таштан бері қашағаным, аталы сөз нәсібі асағаным. Сөз қадырын өз қадырым деп түсінген кәдімгі санатындай сахабаның. Уылжыған ағайын есенсіз бе, уызындай ұл тапқан жасананың ай. Авармысың тойдың шоғын үрлеген ел, дәстүрімді биікке сүйреген ел. Әкім көшегеде дастархан жайып тастап, көлденен көк аттыны сүзбеген ел. Жаңа әкім ауысқалы кети киіп, мәсіменен галошты кимеген ел. Сарт садағам ал өзбек өз ағам деп, қолдарын керіп тұрып билеген ел. Бірнеше жыл тарихтың тамырынан тағдырының дерегін іздеген ел. Түркістанды жаңартып қайта қалап, қыл қосып қымызбенен илеген ел ай. Деректерден деректер ауысқанмен, электрден күдерін үзбеген ел ай. Әспеттеп күйді қыза, ағайын сізге айтайын сырдымына. Руза намаз зекет қаз талассыз қақиқаттың бөленген шын нұрына. Екінші Мекка атанған Түркістанға Құдай құшкүрдек белді құлдығыра. Тойларың құтты болсын мұсылмандар, күмістей шағылысқан күн нұрына. Қажылықтың бір қазығы Түркістан боп, қазғұрттың кеме кепті бір қырына. Бар тіршілік осы өлкөден басталғанда, аңыздардың үңілсек шындығына. Нұх пайғамбарға тіршілік таратқызған, Алланың мұңда шүкір бұйрығына. Шөл қандырып қайтселім залдан бүгін, зәм-зәм суын ішкендей бір ғұмыр ауай. Тойымыз құтты болсын, ау Бегарыш, саламым осы болсын сізге бізден. Өзіңде азулылар болмаса тек, өзгелер үйтікпеуші діргемізден. Кеңіп бара жатқандай кейіптесің, апамның мәсісіндей үйге киген. Тырысы бірен жықпалма, тура айтқанға тышқан тесік кеткендей бір жеріңнен. Ерекше жаратылған бітімің бар, ақсақ киік секілді күйге кірген. Мазмұнды мағыналы сөз айтпасақ, маймылдың бар қимылы бей көрінген. Әрқашан атпалақым болушы едің, жаңылмас шаршы топта іздеріңнен. Күріштің арқасында суға тойып, күмпейген күрмексің ау, күнге киген ай. Ай көрсек деп екеумізді белдестіріп, ел отырып бұл бәйгені ермек қылып,
қоп жүрмесін тұра шапқан тұлпардай жем жеп тұрып. Селдеткізіп өлеңді біз қайтайық сахнаға дәл бүгін ел деп шығып. Шабысың оңды болмай қалмасыншы, қолды болған жылқыдай жендет мініп. Атқа берген арпадай сені беке, Құдай маған тұрған жоқ бекер кездестіріп ай. Құдай деп құшағымды айқаяқау барша қаштым. Талабы тау көп кеп тұр қанша жастың. Дүбірі Түркістанның естілгенде қалайша айтсың да аңсамаспын. Төреші тыңдарманым армысыздар, неліктен жақсылығыңа шаршамаспын. Алдыңа ат шулы ақындар кеп, басталғандай қызығы тарқамас күн. Сіздерге дұғай сәлем ала келдім, ардақты шаһарынан Алдалаштың айқаяғы. Бүгінде Түркістаным өскен гүл деп, көңілім өркештеніп көшкен дүрмек. Ақиық ораз ақын аманбысың, атағың талайларды сескендірмек. Жер тарпыған жүйріктің біреу едің, отырған жоқ ешкімге дес бергің кеп. Қадірлі қонағымсың, сондықтан да жаямын құшағымды, қош келдің деп айқаяғы. Орынды қабылдансын бұл құлығым, әйтеуір өзімде жоқ болдырығым. Түркістан барша ортақ дегенменен, мен оның түпкілікті тұрғынымын. Өнерін тамашалап ел келіп тұр, дарабоз қазағымның дүлдүлінің. Түркістан тарихында намысымда, намыс үшін жараймын алысуға. Осы ақынның бәрімен алыссан да, Орекеңнің кетпеуші салысуға. Айтысқа келген жұртым нөпір қандай, жүзіңнен ықыласы оқылғандай. Түркістан мен Шымкент арасына жыраулардың сөздері көпір болғай. Сондықтан өзімізді сезінейік, төрінде Түркістанның отырғандай айқаяғы. Айтысқа ораз келді нар болғасын, әйтеуір бір Алламыз жар болғасын. Күріштердің су іштік арқасында, Құдай сол ішер суға зар болмасын. Күрмекте жетілді ғой мына біздей, алдымда ағапалар бар болғасын. Осылай әріптеске бұрылдық біз, екеуміз дей алмаймын ғұмырлық біз. Мың жылда бір келетін мына тойда, болайық жақсы айтысқа мұрындық біз. Ақын деген атыңа лайықты, шөліркеп келген елге шырын жұтқыз айқаяғы. Аштың ғой асыл ойдың қақпақтарын. Судан бізді айырмасын деп айтасың.
Сездім ба табаныңа тас батқанын, күрмектің арқасында суды ішсең. Жақсылық іспен бүгін баптасқаның, бірақ та өз ағаң су бермей қойған, күнің кешіп жүрмегін ақмақтаның ай. Сезінеміз, көре тұра не үшін көзілеміз. Шымкент Түркістанда бір ақшақыр, төрінде отырмыз деп сезінеміз. Оған мысал 30 бап отырарда, сансыз бап бар сайрамың досы маңда. Түркістаннан түмен бап түрегелсе құбыланы искетер ет беті барға. Баптардың бабы болған арыстан бап, сүйреген мұсылманның қосын алға. Пірбекет Қожа Ахмет даналарың, қазақтың бастаған ғой көшін алға. Сондықтан елдікпенен ерлікті айтсақ, ет жүректің қазақы есі барда. Ойласаң да сөйлерсің, ойлап байқап, сөзім бар жүк боларлық жеті нарға. Тілімнің тікеніне шыдай алмай, дұға оқып жүрмегін жеті нанға. Осы менен сені біраз тосайынса, бегарыс қанағат қыл, осыған давай. Жарамас жамандаған жатып көпті, ор екен қазір нені шатып кетті. Өз ағаңнан су алмай отырсың деп, біздің де ащы терді татып кетті. Көршінің бізде судан қысқандығы шынында жанымызға батып кетті. Ал сенің Храпунов әкіміңіз бар суды французға сатып кетті. Егемен ел болғаның осы ма деп, қазағымның басы да қатып кетті айғаяғы. Рас қазір жұрт суды дау қылып жүр, шешімін таппай бірақ даурығып жүр. Кесімін айтпаған соң шенеуніктер қатардағы халықты дал қылып жүр. Қылмысын тұрмыс жайлап алғаннан соң заманға қарғыс айтып зар қылып жүр. Базардан нәпақасын тапқан халық табысын көк жағаға алдырып жүр. Жерден шөп көтермейтін шенеунігін баяғы сарайларын салдырып жүр. Елбасы елді ойлаңдар дегенімен онысы қайбастыққа кәр қылып жүр. Болашақты ойлайтын жастарымыз көшеңде жұмыс таппай қаңғырып жүр. Қара көз қыздарымыз амалсыздан көрінген көк аттымен сән құрып жүр. Бірде судан ал бірде газдан қысып, көршілерде көңілді қалдырып жүр. Шаруа егін ексе су таба алмай, ешкімге мін таға алмай мәңгіріп жүр. Мәселе шешер деген жоғарғы жақ мәмілегер бола алмай таңғылып жүр. Ауылдың аузына су тамызбаса, үкімет сонда нені арғылып жүр. Тинақтай тіршіліктің көзін таппай, Құдайдың кең дүниесін тарғылып жүр айғаяғы.
Ойыңа не келмейді толғанған соң, түбәлай мәселені қолға алған соң. Біз бәлкім көгерерміз деп ойлаймын, Түркістан тойын тойлап алғаннан соң. Бар түрік Түркістанды мекендеді, мұсылманға жоқ оның бөтен жері. Қасиетті болмаса қара шаңырақ, талайлар кеп тағзым етермеді. Тұранның ұлақыны Мағжан оны қос дүние есігі деп кетермеді. Түріктің өңшең сұлтан пашалары әулие тұтқандары бекермеді. Шарапаты болмаса шаһарымды ағайын еске алар ма шетелдегі. Саңлаққандарымыз Сарыарқадан сүйектерін сүйретіп жетермеді. Қарызымыз көп біздің Қожа Ахметке, қарызымыз әлі де өтелмеді. Сондықтан біз Түркістан тойы менен рухымызды жатырмыз көтергелі. Бұл тойға барша момын атсалысар, рас болса мұсылман екендер айғаяғы. Қытайлар қайғайдағы құрамадан бірігіп Қытай ұлтын құрабаған. Орысың да жиналған ойдан қырдан ешкімнің рұқсатын сұрамаған. Түріктер керісінше керіске сап, қымтырақай тараған бұл арадан. Бірі Балқан, біреуі Кавказ барып, ал біреуі батысқа сыналаған. Өз алдына бір құрлық болар еді-ау, соның бәрі табылса бұл арадан. Алталаш Түркістаннан енші алыпты, ешбір жан күмәнданбас сірәді оған. Барша жанға құшағын айқар ашқан, біз қара шаңырақпыз құламаған айқаяғы. Расымызға кетіп ет біраз елге ақымызда. Қазекемнің баптаған бір тұлпары, әркімнің кініліп жүр тақымында. Олырас Храпуновым суды сатты. Бір күн қой төніп тұрған басымызға. Әйтеуір қазақ болып біз тілейік, осында кәрімізде жасымызда. Түркістан әмбиеден соны тілеп, демеу бере көр дедік пақырыңа. Сатылуда бәрлігі сатылуда, Құдайым жақсылық бер ақырында вай. Осылай тағдарысқан, жағамызға етекпен жау жабысқан. Еліміз елең қағып тұрған кезде Ташкентті тастап шықты жол барысқан. Алған беті болыпты Ауғаныстан. Сол кезде Төлайдеке Қазыбектер халықты алып шыққан дағдарыстан. Төленің ұлылығын мойындап кеп, қалмақтар жабылып кеп таңғалысқан. Сөйтіп қорғап жатқан сол Ташкентте өз ағамыз отыр ғой алдан ұшқан. Тілдері жұмсақ болып тұрғаннан соң біздағы құтылмаймыз алданыстан. Қарлығаш боп тұралы Төле бабам, шыға алмай жатыр шіркін Санжарыстан. Егерде менің бабам болмағанда, Өзбекстан болар мед Қалмағыстанда.
атағыңнан үріксін желіккендер, маскелерін әлгері сүйрейді әлі Москваның тілдерін бөліскендер. 3000 соттан бір шешім таппай отыр, үш бидің бітіміне келіскендер. Үш басты айдақардай сорып жатыр, түскі асты біздің елден жебіскендер. Іскер елдің тістеген аузында жүр, бүгінгі көрікті қыз бөріктерлер. Ұрпағым жем болсын деп қан төккен жоқ, бейіттерге айналған кейіпкерлер. Ойлансақ ұлт сияқты, өзіңнен туылған ұл сырт сияқты. Ақиқаттың бұлағын суалып тұр, алабота қаптаған жұрт сияқты. Саны көп, сапасы жоқ, басшы да бар, ашумен абай айтқан қырт сияқты. Желөкпе ұл жезөкші қыздарың бар, бажасы көп, құдасы жоқ, ит сияқты ай. Ай, сөйледі сөйле қызыл тіл, сөйледі сөйле қызыл тіл, жүректерге құйып сыр, алпысек арна тамырдан, қанменен қанды біріктір, жүрегі жұрттың ауырған, қорқау бұл қоғам ұлып тұр. Іскерлер елдің мәжілісте іштерінен іріп тұр. Базарды кезіп балашқан, бағытынан адасқан, тамағы шалмен кемпірдің құмалақ боптыр 41. Арпа мен бидай қыз жігіт кірлеген жаны күйіп тұр. Шегіртке нәпсі қиып тұр. Кел өмір келсап уақыт түйуді яқ түйіп тұр. Боларын солай білгем деп, білген соң атқа мінгем деп, Кенесары ханның кеудесі өз басын іздеп тұрып тұр. Ораздың жұмсақ еді жыры қандай, төгеді тәтті сөзді түбі балдай. Ташкенді жолбарыс хан ап қалыпты, қалмақ кеп төбесіне мініп алмай. Ал бірақ Өзбекстан осы күнде жақсылық деп ұқпай тұр мұны қандай. Қарасаң көрсететін сесі бардай. Кей кезде бізге тиер тілі бардай. Ал оған жөн сөз айтып жосып қылар. Қазақтың іштен шығар дымы болмай. Қалған жерді біз сақтап қалайықшы, қалғанын Өзбекстан қылып алмай айқаяғы. Осылай сізге дүлгі қосты үніңіз, мейлісіз сахнадан осқырыңыз. Кей кезде қайда екенде біз дейміз біз, жасаған сол мәңгілік достығымыз. Ал ораз сөзін қалай астарлайды, демеймін көрші маған дос болмайды. Айттың ау жанымызға тигізердей, қоғамдағы жүгенсіз жастары жайлы.
Осыған қай басшыңыз көп қарады, әлгі айтқаның әрине дөп болады. Тәуелсіздік алғанмен біздің қазақ, онымыз жүгенсіздік боп барады. Саясат тағдырыңды талқан қылады, кебеді әділетке аңқаң бірақ. Жастар жайлы айтқаның дұрыс болды, отырғанда осынау алқам сұрап. Үкіметте жастарды науқандарда, халықпен арадағы қалқан қылады. Сайлауда шеттерінен азаматта, сайлаудан соң шетінен қалқан құлақ. Ал бізді ағалардың өздерінің ұрпағын алдайтыны аңтан қылады айқаяғы. Беліңді буып кепсің бекем бүгін, өлеңге ұлассыншы шекер мұның. Түмен бап 30 баптың бәрін айттың, сайрамның ойладың ба көкем түбін. Сен өзің көрдің бекен Оразалы, Түркістанның қай жерде екендігін айқаяғы. Жан алдырмас адам ем жалған сөзге. Түркістанға ең алғаш мен барғанмын, жөндеуге түрік халқы алған кезде. Содан соң күңіреніп бір барғанмын, мәйіттерді саудыратып қазған кезде. Осылар барған болды есептеліп, бұлданып отырғам жоқ кесектеніп. Өз шамамның сол кезде келгенінше, кетіп ем әруаққа ойлап зекет беріп. Жоғалде Түркістанға барған жандар, жүрушіме тек саған есеп беріп. Айтемін сөз базарын ашып ұсақ, жеміс бермес ағаштың аты бұтақ. Хангененің сүйегін іздеп жатқан бауырлардың тірлігі ақылы сақ. Басын тауып дұға құп көмген дұрыс, сүйегі жатқан жерді ашып ұрпақ. Тобырақ бұйырған жердің кінәсі жоқ, осы менің сөзімнің ашығы тап. Жөндейім деп Түркістанды түгел қаздық, сонымыз болғансынды асығысақ. Артынша күл әлемде күн тұтылды, ол да бір жаратқанның ашуы сақ. Сүйегімді қорлатпа деген бабам, қапқасақ қой деген жоқ кәші құсап. Кімдер жолдан тайғанын Құдай білсін, періштенің алтынға масы құсап. Қазған жерден қазына шыға бермес, Хангененің ерінің қасы құсап. Пайдасы да болдырас жасырмаймын, атасын танып жатыр жасы ұрпақ. Қара қозы өлмепті, хан өлгенмен жақсының рухы көкке баты оқақ. Осы менен сөзімді бір түйейін, торқа шапан тоғыздың басы құсабай. Ай тақтан биік болады талапты шақ, тастан мамық жасаймыз талап қысақ.
Көз қанжар, кірпік найза, қабақ пышақ, аузым керіледі садақ құсап. Садақ аузым сауытыңды саудыратса, қауырсынсыз қалма беке қанат құсап. Айтысқа ең алғаш сен келгеніңде, шынашақтай боп жүрең шабақ құсап. Екі бетін көңілің тоқ жылтыр айдау, майды шелпек ораған парақ құсап. Дау туғызып жүрмесін шыққан сөзің, шетелге сатқан қару жарақ құсап. Шоқты сөзді құяйын құлағыңа, балқып кетпе қаңылтыр қалақ құсап. Қар өлеңнен қайтпайды деген сайын, маң-маң басып келесің манап құсап. Бәйге десе орныңды қимайсың ау, таздың өзі қимайтын тарақ құсап. Екі көзің қызарып қарайсың ғой, қасқырды да еметін қазақ құсап. Япыра оразағын дес берді ме? Айтыстың мәселесін шешпейді ме? Шынашақтай бал едің деп отырсың, шынашақтай ақындар өспейді ме? Жұмылған жұдырықтай болып олар, сендейлердің бүйірін теспейді ме? Айқаяғы сөз айтсам намысыңды жани тұғын, емессің ғой досыңды тани тұғын. Саған есеп берем бе деп айтасың, ол сөзің жанымызды қари тұғын. Ақындардың әдеті емес педі, әріптестің адымын аңди тұғын. Айқаяғы сен десем ойламаймын көп кетті деп, оразым несібемді жеп кетті деп. Жасасаң зияратың қабыл болсын, зекет берсең айтқам жоқ тек кетті деп. Рас маған түріктер айтып еді, осында бір ақын жігіт боп кетті деп. Көрінгенде кекетіп жүретұғын, кетіксізді бір бала кеп кетті деп. Айқаяғы Құрегес сізбен бізге не береді, дауымыз төбелестен бетер еді. Сүйекті ақтардың деп айтып салдың, маңызын сен түсінсең жетер еді. Біз ақтарсақ арулап бәрін көмдік, осыны есеп қалсаң нетер еді. Айдаладан шулаған ағайынның дабыра даурықпасы бекер еді. Абылайдың да сүйегі жерленді ғой, дәлел сөзге осы да жетер еді. Кемістігі боп жатса бар күнәсін жерлеген комиссиян көтереді. Айқаяғы ағайындар уақытты артығымен алып қойдық. Ай шындық жанасады екен күлкіменен,
сидерен. Түркістанға әрине барып кеткем, қарақалыққа айтқанмын бір түн өлең. Әріптестің ізін бағам деп отырсың. Ол кезде аттың басын іркігенің. Келер ма деп бір түн сені күтіп едім. Босқа кеткен жоқ бірақ шіркін өлең. Жас үйленіп әрине жатып алдың, шымылдық ар жағында сілкілеген ай. Ай тісімнің кетіктігі өз алдына. Бегарыс қынжылама оған мұна. Қонағым тіссіз болды деп қуанасың, асқан етім бұйырар деп өз аузыма. Қасқасынан басқасы тегіс аман, ерте қуанбай-ақ қой оған жүдә. Қасқа тісімді көріп менің беке, қасқырдың тісі келді-ау, көз алдың ауай. Мені құрбым кетік деп санайым екен, солай кетем, өмірге қалай кесем. Сендей арқар кездесе арыстанға тітіркеніп тісіне қарайды екен. Қарамағанда қайтсын енді байқұс, ажалың көзбен көрген оңай мекен ай. Ай жеткіздік біраз үнді залдан залға. Қайтайық енді беке талған барда. Бір бұйрық келіп жатыр алдан бізге. Арғарайғылар тағы айлаң бар ма? Осы менен тәуба деп біз тұрайық, сыйынып Алла менен пайғамбарға. Төбелесушің бұл жерде оразалы. Ал енді төресіңіз мырзалы боп, ал бегар сөзіңді арман бар ма вай? Жүргенің мақұл ораз жөнге сенің. Ойымды түсінетін теңдеседің. Түркістанға түнесен қабыл болсын. Тілегіңді тілеймін мен де сенің. Білгем жоқ сенің түнеп жатқаныңды, білгенде де қасыңа келмес едім. Үйленіп жатып алдың деп айтасың. Тілеуін айтпайсың ба сен де соның. Неке түнін мешітте өткізетін сүндетсіздің сортынан емес едім айқаяғы. Жетер деп Түркістанның күшінеге, ішіңе жина, кілтипан сақтап қалма, ішіңе де. Тойдың жайын өзіңе айтар болсам, ойымды менің дұрыс түсінеме. Бұйыртса тамаша бір той болмақшы өңің түгіл кірмеген түсіңе де. Ағайын табынатын тәңірің бар, бақандай бағынатын әмірің бар. Өзіңнің дархандала пейіліңмен, жақын түгіл жатқа да қадірің бар. Той жақындап қалғанын сезесіздер, сондықтан Түркістанға ағылыңдар. Алталаштың әруағы жатқан жерде Алладан медет тілеп табыныңдар. Қазан айы ортадан асқан кезде Күлтөбенің басынан табылыңдар айғаяғы. Рахмет. Ау қысылғанда қисық сөз қайдан оңған?
Дедім ғой Түркістанда таңға болғам. Неке түніңді өткізсеңнен кетіп ед. Әулие әмбие сол маңда болған. Сен білсең біздің осы патшамызда көптің бүгін көңілінде таңда болған. Өзінің анасының айтуынша Райымбектің басында пайда болған. Ай